Футбол бұл өмір, ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі көретін жаңалықтарыңыз: кеше екі беделді бапкерлер орындарын босатты, клубтан қуылды. Жақын арада Реал Мадридқа ешқандай клуб тең келмейді деп айтқан кім? Соны талқылайық. Осы және басқа да футбол ақпараттары дәл бүгін 13 сектор арнасында. 13 сектор арнасы сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арна. Сондықтан да дәл қазір арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз бастайық, кеттік. Чемпиондар лигасының ойындарына тоқтала кетейік. Кеше Чемпиондар лигасы өтті. Барселона Наполиді өзінің алаңында қарсы алған еді. Наполи енді күтпеген шығар, Барселона бірден шабуыл жасайды деп. Барселона сәл қорғаныспен бақылап ойнайды деп ойлаған шығар. Бірден Барселона шабуылға көшті және де 15-17 минуттарда ақ 2-0 қылып тастады. Осымен бітті-ау деген кезде Наполи жауап берді. 2-1 болды және де соңына дейін күресті. 2-2 қылып теңестіруге, тағы да бір гол салуға бар күшін салып көрді Наполи. Бірақта ойын басымдылығы Барселонада болды және де Левандовски соңғы голды салды да бәрін құртты. Осылайша Барселона ширек финалға шықты. Ал енді Арсенал мен Портудың ойыны да өте қызық болды. Ауызашарға дейін көріп тастадық бұл ойында. Арсеналдан өте сенімді жеңіс күткен едік. Өте сенімді жеңісті бере алмады. Тросардтың бір голымен тоқтап қалды. Енді Портудың мәселесі басынан белгілі болды. Пенальтигеден жеткізу еді және де сол мақсаттарына жетті де. Экстра тайм ойнады, пенальтиге барды. Бірақ пенальтиде Портудың жолы болмады. Рая өте өзінің біліктілігін көрсетті. Екі допты бірдей қағып тастады. Және де 14 жылдан кейін Арсенал ширек финалға шығып отыр. Барша осы жерде Арсеналдың жанкүйерлерін, Барселонаның жанкүйерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Барселона клубты жерге қаратпас үшін жан-жақты ойыншылар қарап жатыр, трансферлер жасауымыз керек деп санап жатыр. Және де бір тамаша трансфер көздеріне түскен екен, ол украиндық Шахтер клубының ойыншысы Судаков. Судаковқа талайдың көзі түскен. Осының алдында Ювентус алады ма деген ақпараттар шыққан болатын 3-4 ай бұрын. Енді қазіргі таңда Судаковқа Барселона қызығып жатыр, Манчестер Сити, Юнайтед, Ливерпуль, Бавария сынды клубтар қызығып жатыр. Бірақ Шахтердің қателігі қай жерде? Шахтердің қателігі Судаковтың бағасын қойып тастағанында. Судаковты Шахтер мұқият тыңдаңыздар, 150 миллион евроға сатқысы келеді. 150 миллион евро. Ал енді Судаковтың трансфер маркет порталындағы бағасы 18 миллион евро. Жарайды, 30 миллион евро десін, түсінікті болады. 35 десін, мақұл. 50 десінші, 50 миллион евро десін. Оның өзі көп деп ойлаймын. 150 миллион евроны қай мақсатта, не мақсатпен, қандай бағамен ойластырып, қандай ақылмен қойып отыр, мен түсінбедім. Жарайды, Мудрикті сатып жерден сәтті болды. Бәрі Челси емес қой ала беретін. Қойған ақшасында. Оның ішінде Барселона тіптен ондай ақшаға ала алмайды. 50 миллион евро десе де ойланып қалады. Ойбай, 50-ін істеп. Сондықтан да меніңше өте артық қойылған баға. Судаков жақсы ойыншы. Я, талай топ клубтардың көзі түсіп отыр. Біреу жұлып кететін шығар деген ойлары бар сияқты. Бірақ та әр нәрсенің өзінің орны болады, жөні болады, жайы болады, құрбақаның да байы болады деген сияқты. Бұл өте қате баға деп санаймыз. Менің ойымша 50 миллион евро бұның өзі артық деп санаймын, көп деп санаймын. Енді сіздер өздеріңіздің ойларыңызды айта отырыңыздар. Судаковқа сіздер қанша баға берер едіңіздер, қандай баға қояр едіңіздер трансферге? Ақылға қонымды, осы бағаға Судаков лайықты деген бағаларыңызды комментарияға жаза кетсеңіздер, достар. Селта клубы кейінгі кезде өте нашар өнер көрсетіп жатыр. Бұның бәріне кінәлі кім? Әрине бапкер. Бапкер енді Селтадан мысалға бірінші орынды талап етпейді, басқаны талап етпейді. Өздеріне деңгейлес командаларды ұтуды, өздеріне жоғары командалармен тең ойнауды талап етеді. Бірақ та ешқайсысы орындалып жатқан жоқ. Рафаэл Бенитес орнынан босатылды, қуылды. Енді Селта Ла Лигадан ұшып кетпей тұрғанда ертерек қолға алайық мына тірлікті деген шығар басшылары. Және де ертерек қолға алып Клаудионы Бенитестің орнына қойды. Клаудио Селтаның жастар командасын баптайтын бапкер болатын. Бенитестің өзі ұлттық құраманы баптағысы келеді екен. Енді сол ұлттық құраманың бірімен жұмыс жасайтын шығар деген ойдамыз. Бенитестан енді Селтада бұндай нәтиже күтпеген болар. Екінші бапкер осы кеше ғана Бенитес
Витеспен бірге қуылып кеткен, ол Сарри. Енді Сарри Лационың бапкері, бірақ та кейбір басылымдарда Сарри өзі кетіп қалды командадан дейді, біреулер қуылып кетті деп жазып жатыр. Сарридің өзі кететіндей бар, себебі бұрыннан, осы маусым басталғаннан айтып келе жатыр. Бізде ойын өте көп, мен команданы бір ойыннан келесі ойынға баптап үлгермей жатырмын, тактика қойып үлгермей жатырмын, ойын деген өте көп дейді. Және де УЕФАны, ФИФАны кінәлаған еді осы үшін. Енді Сарриді кім тыңдайды? Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп, үні де шықпады, шаңы да шықпады, соңында өзі кетті командадан. Енді Сарри соңғы сұхбатына, кеше кеткеннен кейін әңгімесіне қарайтын болсақ, жалпы бапкерлік мансабында аяқтаймын деген шешім қабылдаған тәрізді. Бір күнде екі беделді бас бапкер орындарын босатты. Реал Мадрид алдағы 5-6 жылда ешкімге де дес бермейді, алдынан шыққанның бәрін жеп қояды деп жатыр бір мықты ойыншы, қазіргі таңда эксперт десек те болады. Ол кім деп жатсаңыздар айтайық, ол Арсеналдың шабуылшысы Терри Анри, Франция ұлттық құрамасының ойыншысы Терри Анри. Анри айтады, Реал Мадрид алдағы 5-6 жылда ешкімге де дес бермейді Европада, және де өзінің Ла Лигасында да бірінші орында ала береді. Себебі оларға Килиан Мбаппе келеді, олардың өздерінің құрамы да осал емес, өте мықты, және де ондай құраммен кім келсе де қарсылас бола алады. Және де Реалдың бұл жерге мінезін қосып қойыңыздар дейді. Реалда қандай жағдайда да мінез бар, әр ойында, қандай ойында болсын, кіммен ойнап жатса да, жеңіліп жатса да камбэк жасап кететіндей жағдайы бар деді. Оның үстіне Реал Мадридтің команда құрудағы өте үлкен еңбегін айта кетті. Команда құрар кезде, жастарды алар кезде үлкен тәжірибелі ойыншыларды сатып жермейді. Бол, сен керек емессің, біздерге жастар келді деп, жастарды алып, үлкендерді сатпайды. Үлкендерді алып қалады, жастарға тәжірибе үйрету үшін. Кәдімгідей Реал Мадрид мектеп дейді. Сол мектептен барлық жастарды өткізеді, сайдың тасындай қылады, жастарды сақадай сай қылады, және де өздері ары қарай алып кете алады. Модрич, Кросс дегендердің бүкіл барлық Реал Мадридтің жартылай қорғаушылары сабақ алды, және де олар алдағы уақытта өте мықты болатынына сөз жоқ. Кепілмін деді Терри Анри. Және де осындай галактикусты мықты деңгейде ұстап бере алады. Алдағы уақытта тек қана Реалдың аты шыға беретін болады, қай жерге барсаңыз да деді. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Біздің мына 13-ші сектор арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.